адам өзінің өмірі үшін, өзінің болашағы үшін, ең бірінші өзін бақытты ету үшін осы 3 сана, жан, тән үйлесімділігін қолға алу керек. Тән ол денсаулық. Денсаулық бар жерде энергия міндетті түрде болады. Дұрыс тамақтану, жаттығу, 10 000 қадам деген секілді. Жан Алламен байланыс. Жүрек тынышталмай адам әрекет ете алмайды. Яғни жүректер Алланы еске алумен тынышталады дейді. Сондықтан да қазір кәсіпкерлер көп қой. Бизнес бойынша бір кредитін үлкен объем дейді ғой, жапса екіншісіне арпалысып атады. Олар армандайды, жүрек тыныштығын армандайды. Ал сана ол біздің өз өміріміздің сценаристі болуға көмектеседі. Бұл жаттығу. Яғни арықтау үшін жаттығу жасасақ, яғни арықтаймыз. Құранға түсу үшін күнделікті әріптерді 5-10 минут, 7 минут әріптерден бастап жаттасақ, біз түбі Құранға түсеміз. Дәл солай миымызды басқару үшін өзіміздің өміріміздің суретін қолымызбен салатын болсақ, не қалайтынымызды, оны күнде оқитын болсақ, және жақсы Аллахтың жолымен жүретін болсақ, сіздің өміріңізді ешкім басқара алмайды. Сіз ғана басқаратын боласыз.